Тарауих намазын онлайн түрде оқуға рұқсат па? Осы сұрақты көп қояды жаңағы. Онлайн менен оқымаймыз ба? Азыр заманауи технология дамып кетті дейді. Өткенде менің де бір бауырым жаңағы шаш таразет, бұл нағып оқымаймыз деді. Мен оған айттым, сен жаңағы онлайн менен менің шашымды, сақалымды қысқартып бер, сонда жаңағы тарауихты да қарайық деп. Құрметті көрермендер, бұл жаңағы құлшылықтың өзінің несі бар. Жамағатпен намаз оқыған кезде имам мен жамағаттың арасында бір жол, көлік жүретіндей жол болмау керек. Ол ара қашықтығы жаңағы. Сол жерде тұру керек. Бір арық өтсе, көлік өтетін жол болса, ол имам, жамағатты имамға үйгеніне тура болмай қалады. Екінші мәселе жаңағы имамның алдына шығып кетпеу керек. Үшінші мәселе жаңағы имам мен жамағаттың еркісілердің арасында әйелдердің сабы болмау керек. Сондықтан онлайн менен бұл жамағат намазын оқып болмайды. Кім онлайн менен жамағат намазын оқса, оны қайтадан оқыбасын деген не бар? Үлкен шейхтардың несі бар? Фатуасы бар. Әзір кезде біреулер жаңағы жұма намазын онлайн менен оқып, кейін бұл нәрсені ықтият қылып, және де пешінде оқымаңдар дейді жаңағы. 10 ракат. Ол тарауихты онлайн мен оқып, және де өзі 30 ракат, және де оны 30 ракатты жеке оқып алса не болады? Күні түнде не болып кетпей ма? Сондықтан мына шариғатымыз рұқсат берді ма? Тарауих намазын біз үйде оқуға, тарауих намазын онлайн менен, жамағат болсын, жұма намаздарын онлайн мен оқу, бұл не дұрыс емес шариғатымызда.